Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Қайырлы күн қыздар. Бүгінгі бізде сұрақ, көбінесе жиі келетін проблема. Неге етеккір келген кезде ауырсынып келеді? Мен 4 бүктеліп жатамын. Тұрмысқа шыққаннан кейін бәрі идеальный болды. Ал мен шықтым, все равно идеальный болған жоқ. Ал біреу болады, мен вообще наоборот тұрмысқа шыққаннан кейін хуже болды. И қалай оны қойдыруға болады? Бұның не себебі бар? Бір ғана себеп па, или бірнеше себеп па, да? Вот осы туралы жауабын алатын боласыздар. Бұл қыздарға да, тұрмысқа шыққандарға да арналған. Сондықтан қандай да бір түсініксіз сұрақтарыңызды комментарийға жазсаңыздар болады. Немесе қандай да бір менен видео қалайтын болсаңыз комментарийға жазыңыз. Әйтпесе алдыңызда жоқ болып кетуі мүмкін. Лайк басып, төбедегі уведомление басып қойыңыз. Міндетті түрде менің видеоларымды сіз көруіңіз үшін. Және де полностью мәліметті, неше түрлі қызық дүниелерді, гинекологический сұрақтарға жауап іздейтін болсаңыз, онда Instagram парақшама тіркеліңіз. Немесе өзіміздің жасырын чатымыз бар, біздің Telegram, өзіміз бірге отырып әңгімелесетін, соған тіркелуіңізге де болады. Ссылканың бәрі астында. Ендеше, неге етеккір ауырсынып келеді? Бірінші себебі қан айналым дұрыс емес, яғни иннервация дұрыс емес. Ол жерде тамырлар тырыс қалған, тонус, спайка бәрі тұр. Соның әсерінен бізде дұрыс эндометрий бөлінбейді, жатыр дұрыс қан айналыммен болмайды, иннервация дұрыс болмағандықтан осылайынан дүниелер болады. Екінші себебі сізде қандай да бір воспаление бар. Яғни ол қандай воспаление болуы мүмкін. Может қабыну аурулар, мысалы эндометрит, афарит, сальпингит деген сияқты қандай да бір қабыну аурулары бар. Үшіншісі, сізде гормональды бұзылыс болуы мүмкін. Мысалы қалқанша безімен проблема болуы мүмкін, немесе сүт безімен, соның әсерінен прогестерон гормоны сізде жеткіліксіз болған кезде осылайынан ауырсыну болады. Төртінші себебі, сізде витамин жеткіліксіз. Сіз вообще өміріңізде витамин ішпеген, сіз туылғаннан бастап сізде анемия, туылғаннан бастап нехватка D3, тағы да басқа витаминдер, яғни сізде уже нехваткамен туған адамсыз. Соның әсерінен болуы мүмкін. Бесіншісі, кезінде қандай да бір операция болды, содан кейін спайка пайда болды. Алтыншы себеп, егер сізде киста болатын болса, яғни жатыр мойнындағы киста тоже ауырсын береді, бірақ үлкен ауырсын бермейді ол. Көбінесе аналық бездегі үлкен кисталар, эндометроидная киста, паравариальная киста деген сияқты. Одан кейінгі себебі, егер сізде эндометриоз, аденомиоз болса, бұл қыздарда да, әйелдерде де кездесетін дүние. Енді қалай емдейсіз? Осы жоғарыда аталған бүкіл себептерге бірінші орында керек диета, дұрыс тамақтану. Екінші орында міндетті түрде жаттығу жасау, себебі иннервация қан айналымы жақсы болмайынша емде қонбайды, ауырсыну да басылмайды. Үшіншісі витаминотерапия, төртіншісі гормонды реттеу. Когда біз осының бәрін жақсылап істейміз, біздің етеккір ауырсынусыз ешқандай белгісіз спокойно келіп кететін болады. Естественно, ұзақ уақыты да солайынан 4-5 күн, максимум 10 күнге дейін, ара қашықта 24 пен 35 күннің аралығында, максимум 38 күн аралығында соны дұрыс келіп отырады. Енді бір ғана дәрімен оны қойдыруға бола ма? Әрине жоқ. Көбінесе мен қыздарға берем, кәдімгі сәбізді таңертең аш қарынға соковыжималкадан өткізіп сок ретінде ішіңіз. Өте жақсы көмектесетін нәрсе бізде. Екіншісі, бұл бізде нормаменс деген таблетка бар, травадан жасаған, яғни шөптерден жасаған, соны ішуге, немесе сабельник шөбін ішуге болады. Бұлар неге? Уақытша. Сол нәрселерді басуға, қан айналымын реттеуге кішкене көмектеседі, чтобы гормондар ары қарай хуже болып кетпеу үшін. Ал ары қарай сіз міндетті түрде анализ тапсыру арқылы, витаминдеріңізді ішу, тексеру арқылы гормондарыңызды реттеуіңіз керек. И жаттығу обязательно. Қандай жаттығу десеңіз, арнайы бізде бар, бұл капля жаттығуын жасау керексіз, велосипед жаттығуын жасау керексіз, там-там жасауыңыз керек. Бұл жаттығулардың бәрі бізде өкінішке орай арнайы курстарда беріледі. Одан бөлек, көп жағдайда біз жаттығуын өзімен кетіп қалады. Одан бөлек бізге міндетті түрде ем беруі мүмкін. Яғни жаңағыдай қабыну аурулар болса, қабынуға қарсы ем алуыңыз керек болады. Сондықтан, егер етеккір ауырсынып келе ма қыз кезіңізде, ертең тұрмысқа шыққаннан кейін ол кетпей қалып, керісінше етеккір мүлдем келмей қалуы мүмкін. Себебі о баста гормоннан проблема болды ғой. Антибиотик қабылдау керек болды, или воспаление болды сізде, сол бастан емдемедіңіз ба, қанша жыл өтеді, и сонша сізде асқынады. Бізде мынандай нәрсе бар. Ой, қыз кезінде мені де ауырған, это нормально, тұрмысқа шыққаннан кейін бәрі қойып кетеді. Иногда қоймай қалады, наоборот, хуже кетеді. Сол себептен бұл 21-ші қазір не көп бедеулік көп бізде, қазір не көп аурулар жазылмайтын уақыт. Сол себептен қазір басталған кезде емдеу өте оңай. Ал асқынған кезде ол емделмей қалуы мүмкін екен ұмытпағанымыз үшін. Сіздермен бірге болған доктор Жапарына барлықтарыңызға мың алғыс. Видео ұнаған болса лайктарыңызды күтемін.